Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бүгінгі видео биологиядан тестке арналады. Тест саңырауқұлақтар бойынша болады. Ендеше кеттік. Алғашқы сұрақ. Саңырауқұлақты зерттейтін ғылым саласы қалай аталады? Жауабы микология. Келесі сұрақ. Саңырауқұлақтың құрамындағы жануарларда болатын көмірсу. Гликоген. Саңырауқұлақтардың өсімдікпен селбесуі қалай аталады? Симбиоз. Келесі сұрақ. Өлі ағзалы заттармен қоректенетін саңырауқұлақ қалай аталады? Пенициллин. Бесінші сұрақ. Сең саңырауқұлағын 1929 жылы табиғи пенициллин бөліп алған кім? Жауабы Флеминг. Алтыншы сұрақ. Микоризаны 1881 жылы алғаш анықтаған ғалым кім? Жауабы Каменский. Жетінші сұрақ. Бозарамқұлақ, сұр және қызыл шыбын-жот, көңілкеш, жалған түбіртек, жалған түлкіжем қандай саңырауқұлақтарға жатады? Жауабы улы. Келесі сұрақ. Жеуге жарамды саңырауқұлақтарды дұрыс пайдалану ережесі қандай? Жуу, қайнату және қуыру. Тоғызыншы сұрақ. Пішіні малдың тұяғына ұқсас, ағаштардың сабағында өсетін паразит саңырауқұлақ қандай? Жауабы діңқұлақ. Соңғы сұрақ. Құрылысы өте қарапайым, бір жасушадан тұратын саңырауқұлақ қалай аталады? Жауабы аштқы. Тест аяқталды. Қанша ұпай жинағаныңызды төменге жаза кетіңіз. Видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 пен бірге дамы.